Қайырлы күн достар. Бүгін біз кілегей және сүзбелі ірімшіктен жасалған крем дайындаймыз. Бұл крем Бубу-пай, Сникерс, молочная девочка, красный бархат секілді торттарға өте жақсы үйлеседі. Ең алдымен сүзбелі ірімшігімізге азғана кілегей құйып, өз алдына миксерлеп аламыз. Енді салқын сливкемізді шұңғыл ыдысқа құйып, ең жай жылдамдықта миксерлейтін боламыз. Әр минут сайын жылдамдығын асырамыз. 3-4 минут өз алдына миксерлеп, үстіне қантты қосамыз. Ыдысымыз шұңғыл болғаны дұрыс. Бетіне көпірігі шығып, жан-жағына шашырауы мүмкін. Қантымызды салып, тағы да ең жай жылдамдықта миксерлейміз. Әр минут сайын жылдамдығын асырамыз. 3-4 минут миксерлеп, қоюлана бастаған кезінде үстіне езілген сүзбелі ірімшігімізді салып, және тағы да миксерлейтін боламыз. Кілегейіміз және де сүзбелі ірімшігіміз салқын болғаны дұрыс. Кемінде 1 тәулік мұздатқышта тұрғаны жақсы. Осындай крем шығады, өз формасын жақсы ұстайды. Дайын болған кремімізді арнайы қалташаға салып, торттарымыздың бетіне жағуымызға болады. Сіздермен болған жібек. Келесі рецептпен бөліскенше сау болыңыздар. Ұнаса, пікір қалдырып, лайк баса кетіңіздер.